Иә, қалайсыздар? Енді мынау журналист немесе журналистика деген жаңағы өз қос термин бар. Біреуі сол саланы және біреуі сол саланы алып жүретін паровозға уәкілдік етеді. Жалпы журналистика дегеніміз белгілі бір дәуірдің, қоғамның, елдің, ұлттың, тіпті ауылдың деген сияқты да. Оның тарихи, мәдени, рухани, дәл осы уақытта болып жатқан жаңағы барлық ақпараттық жаңалықтарын жинап, архивтестіріп, оны халыққа жаңағы радио арқылы, телевизор арқылы, баспасөз арқылы жаңағы жеткізіп, халықты жаңағы ақпаратпен қамтамасыз етіп, жалпы халықтың көзін ашу үшін, дамуға жетелеу үшін, халықты яғни рухани жақтан да, материалдық жақтан да, идеялық жақтан да тәрбиелеуге қызмет ететін шығармашылық сала. Ал енді журналист дегеніміз ол дәл осы саланы зерттеп, оны жаңағы халыққа араға жеткізетін ол дәнекер, былай айтқан кезде. Көрдіңіз ба? Немесе желілік қызмет атқарады халықпенен жаңағы болған уақиғаның, жағдайдың арасына. Енді осы қызметті қазір бүгінгі анау журналист деп жүрміз. Осын блогер деген шықты қазір, жаңағы өздеріңіз білесіздер. Осылардың көбі осын дұрыс атқарып жүр ма? Меніңше осының көбі шыбындар. Шыбын кәдімгі, шыбын сияқтылар да. Ызың етіп жаңағы халыққа да, қоғамға да, өткенге де, бүгінге де, ертеңге де пайдасы жоқ. Мұсыр, жаңағы өтірік, хайп, шоу, пайдасыз, негатив, сондай ақпараттар таратумен айналысып кетті көбі. Өздерінің танымалдылығын арттыру үшін ойына келгенін істеп жатыр. В общем, саудың тамағын ішіп, жындының әрекетін жасап жүр. Бәрі емес, бірақ көбі сондай да, мысалы. Бір танымал адам, біреу жаңағы бір әнші, біреу бірдеңе айтып қалса, соның жаңағы сөздерін бөліп жаңағы алып шығып халыққа жібереді жаңағы. Міне Бекболат бүйтіп жатыр екен дейді. Тура сол сөзін қиып алып салады әлеуметтік желілерге, газет журналдарға, ақпарат құралдарына. Баян Есентаева сөйтіп жатыр екен, ол біреумен сүйісіп қойыпты дейді. Төреғали Төреәлі бүйтіп қойыпты дейді. Анау бұтына түшіп қойыпты, мынау бұтына сиып қойыпты дейді. Анау ананың қатынын тартып алыпты, мынау мынаның байын тартып алыпты дейді. Немесе біреу жаңа, солардың біреу жаңа көйлек алып киіпті. Оның бөксесі былай көрініп тұр екен, омырауы солай болып тұр екен деген сияқты. Соны біздің халық соны көріп, соның астына комментарий жазып отырмыз жаңағы. Бұл халықтың рухани жұтаңдауы. Бұл біздің жаңағы азуымыз. Жаңа айтып жатырмын ғой. Журналистика деген саланы айттық. Енді журналист деген соның пайдалы жақтарын жеткізу. Не керек ол біреудің өмірі? Кімге керек? У іше ма, су іше ма, киім кие ма, жалаңаш жүре ма, біреумен сүйісе ма? Не керек ол? Кімге керек оның? Ол біреудің 4-5 қатын алған не керек? 4-5 байға тиген не керек? Зәулім сарай салып алған не керек? Оны неге айтасыңдар оның? Оның маған не пайдасы бар? Халыққа не пайдасы бар? Осыған жауап беріңдерші. Сендер жаңағы ол көбі жаңағы осы хайпты жасау арқылы өзіне жаңағы көрермен жинау үшін, тыңдарман жинау үшін, подписчик жинау үшін саудың тамағын ішіп, жындының сөзін сөйлеп, сондай нәрселерді айтып жүр. Кәдімгі шыбын сияқты да, пайдасыз, зиянды ақпараттарды. Шыбын деген бактериялар таратумен айналысады. Насеком шыбын деген білеміз бәріміз, да? Ол көптеген тұмаудың жаңағы бактерияларын, кейбір бактериялық таяқ асқазанда, ішекте болатын, бауырда, тіпті денеде жаңағы болатын әртүрлі аурулардың жаңағы бактерияларын, вирустарын таратумен айналысады. Шыбын. Бұлар сол шыбындар халықтың тарихына да, мәдениетіне де, тіліне де, дініне де керек болса жаңағы көбі геноцид жасап жатыр, қиянат жасап жатыр. Уақытына, ой санасына, қай жайдағыны жаңағы сөйтіп шығарып жаңағы болмайтын әңгімені. Бөліп алады жаңағы біреулердің бір сөзін, бірдеңесін жаңағы. Анау бір қорқаулар бар ғой, жаңағы деп жаңағы 40-50 қаптап келіп, жаңағы бір арыстанның жаңағы алы бұрып,
Енді жегелі жатқан жаңағы ана жемтігіне кеп жаңа жалғыз арыстан болса соған қаптап жаңа соны тартып алады да бір жапырақтан жаңа ту талақайын шығарып жаңағы арыстанның еңбегін жоққа шығарады жаңа. Сол сияқты біреудің еңбектен жаңа жасаған сұхбатын, эфирін, жаңағы еңбегін алады да жаңа, о, мынау бүйтіп жатыр міне. О, халқым сөйтіп жатыр деп жаңа. О, халқым анау жаңа көйлек алыпты. О, халқым анау тағы бір жаңа байға тиіпті. О, жаңа қатын алыпты деп жаңа. Да? Сөйтіп жатсыңдар ғой, сонымен жан бағып отырсыңдар ғой. Шынап мен бұлар шыбындар деймін. Негізі журналистика деген өте шығармашылықты талап етеді. Творчество деген адам қоғамға пайдалы қызмет ету керек. Қоғамға пайдалы. Шығармашылық деген не? Қай жайдағы жаман нәрсені ойлап тауып сонда халықты жындығып отыру керек деген сөз емес. Халықты оңға, дұрысқа бастау керек. Өйткені журналист деген нәрсе, ол сала, ол адамдар бүкіл халықтың көзі, құлағы, тілі қай мемлекетте болсын. Осылар жаңағы дұрыс ақпарат жеткізбесе, осылар дұрыс жаңағы пайдалы информацияны халыққа таратпайтын болса, халық одан уланады. Лай су ішсең қандай, жоқ тұнық су ішсең қандай. Қарапайым сөзбен айтқан кезде. Бұлардың бәрі қазір сондай шыбындар болып кетті қазіргі. Шындап келген кезде. Негізі журналистер деген ана ара сияқты болу керек та. Араның тіршілігі қандай керемет та. Вот. Араның қорғануы да қандай керемет сыртқы жаудан. Өзін қорғауы да қандай керемет. Оның беретін нәрі қандай керемет. Балы қандай керемет. Қараңыз жаңағы. Вот. Шыбынның балы деген жоқ қой? Бар ма жоқ? Шыбынның дәрілік рөлі бар ма? Жоқ. Араның бар. Даже араның шағы бағаны оның да кейде дәрілік рөлі бар. Оның уытын алып жаңағы медицинада қолданады. Ал керек болса. Бал түгіл. Міне ара сияқты еңбекші болу керек та. Жаңағындай жаңа шыбын сияқты жаңағы боққа қонып, жаңа боқтағын әкеп, боқып бүкіл елдің бет аузын, ой санасын, қоғамды, ортаны былғап, ондай ақпарат таратудың керегі жоқ. Олар журналист емес. Олар жан бағу үшін жаңағы жанын салып, танымалдылығын арттыру үшін жүрген. Біреулер олар жаңағы шакалдар, қорқаулар олар. Халықтың ішіне жаңағы бүлік салып, жаңағы қай жайдағыны өсіп түкке тұрмайтын, арзымайтын әңгімелерді айтатындар. Қалай оны жаңа журналист деп айтасың? Қалай оны журналистикада жүр деп айтасың? Қалай ол шығармашылық саланың адамы деп айтасың? Біреу жақсы сөз айтса да соны кесіп алып, сол жерде жаман қып оны шығарады. Біреуді ғайбаттайды, біреуді даттайды, боқтайды керек болса. Сол керек па? Сөйтіп қоғамның ішінде жаңағы шу шығарады жаңағы. Айтып отырмын ғой, кәдімгі шыбындар олар. Шыбыннан жақсырақ анау маса сияқтылары бар жаңағы. Олар тіпті ең залалды, зиянды ақпараттарды әкеледі. Вообще қиын. Көрдіңіз ба? Сондықтан мен айтамын жаңағы. Бүгін 32 тісті сүйексіз тілді Құдай беріп қойды сіздерге, да? Беріп қойды. Ақпаратты, жаңағы телевидениені, телерадионы бәрін беріп қойды жаңағы. Баспасөзді, онан кейін әлеуметтік парақшаңды, жүргізіп отқан блогыңды бәрін беріп қойды, да? Бірақ сендер оны дұрыс пайдаланыңдар. Халыққа дұрыс нәрсе жеткізіңдер. Жаңа айтып отырмыз ғой, шығармашылық деген ой сананың шаруасы, ақылдың ісі ол. Сен жан бағысы үшін, күн көру үшін көбісі жаңағы иттің тірлігін жасап жүр да. Жаңа айттым ғой жоғарыда. Не керек ол біреудің өмірі не керек? Оны да айтпайсыңдар мынау, ғылыми жаңалықтар неге айтпайсыңдар? Неге біреуің жаңағы бір болып атқан мына химияда, физикада, биологияда, математикада болып атқан жаңалықтарды халыққа жеткізбейсіңдер? Тілдерің ұзын ғой, қолдарың ұзын ғой. Сондай кереметсіңдер ғой жаңағы. Бар ол керемет шынымен қолдарыңда. Неге қоғамға, адамзатқа, болашаққа, ғылымға, дінге, тілге, тарихқа пайдалы нәрсемен айналыспайсыңдар? Не керек ол біреулердің өмірі, бір жеке адамдардың оны әкеп
Біресе былай аударып әкеп, біресе былай өкеріп халықтың миын ашытып. Вот. Қазір бізге не керек? Өсек, аяң сол керек па? Біреудің тышқан сүйгені кімге керек оның? Жүрген тұрғаны, саяхаты. Ондай мықты болсаң, халықтың бәрін бай қылсаңдаршы. Ақпаратпен, қазір ақпарат дәуірі ғой. Халыққа бай болудың жолын үйретіңдер, ақылды болудың жолын үйретіңдер, табыс табудың жолын үйретіңдер. Халықтың алдына шығып, қалай сөйлеуді үйретіңдер. Ондай мықты ұстаз болсаңдар. Вот. Сендер оны жасай алмайсыңдар сендер. Өйткені сендерде шын мәнінде шығармашылық қабілет жоқ. Жүректе иман жоқ. Мен кесіп айтамын осы сөзді. Қазақ айтады, Құдайдан қорықпағандан қорық деп. Сендерде нәпсі деген нәрсе ғана бар. Ана бәленбай подписчик жиып, бәленбай неғып, ана каналды жүргізіп, содан пайда табуды ғана ойлайды көбі. Бәрі емес, бірақ журналистің мен дегендері бар. Жақсылары халыққа жанашырлықпен жақсы ақпараттар береді. Олар аз да. Олар жаңағы 10% ары кетсе. Қалған 90%-ның бәрі жаңағы қалың шыбын ызыңдап шығып жүрген масаменен. Сондықтан сондай нәрсеменен жасаңдар. Халыққа пайдалы нәрсе беріңдер. Бере алмасаң журналист болмай-ақ қой. Стройкаға барып, ана құрылысқа барып жұмыс істе. Егінек, мал бақ онанда. Халыққа зиянды ақпаратты беріп, жаңағы елдің миын ашытпай. Хайп жасамай бұл жерде. Жаңа айтып отырмын ғой. Сөйтіп беріп қойды ма? 30 тістен шыққан сөз шықпай тұрған кезде сен оның қожайынысың да. Шығып кеткеннен кейін сол сөздер сенің қожайының. Жоқ дегенде жаңағы өз-өзімізге или бір организацияда, мекемеде жұмыс істесең, бастығыңа өлдім дегенде айында бір есеп бересің ғой, да? Жоқ дегенде ең ерке біреу болса, жалқау біреу болса бәлкім. Сол секілді ертең бізде есеп береміз. Әрбір айтқан сөзімізге жаңағы жанбағыс деген осы екен деп, ақша тапқан деген осы екен деп, дүниенің соңына түсіп кетсек те ертең соған жауап береміз. Айтады ғой жаңағы. Мен айтқам жоқ оны. Әрбір тіршілік иесі дейді, жазулы тұр да. Өлімнің дәмін тартады дейді. Татады дейді. Көрдің ба? Сосын адамдарға айтып жатыр, сендер топырақтан жаралдыңдар, әлбәтте топыраққа қайтасыңдар дейді. Мейлі оны арыстан жеп қоя ма, жылан жұтып қоя ма, бәрібір да. Көрдің ба? Бұдан артық ақиқат жоқ қой. Демек, адам жаңағы аузым бар екен деп, сөзім бар екен деп, қолымда жаңағы ақпарат құралдары бар екен, қалай болса солай екен деп жаңағы ауызға келгенді көкіп, оттап жүретін әңгіме емес. Білімді халықпен бөлісу керек, пайдалы болу керек ол жаңа. Халықты топастандыру үшін, оны жынды қылу үшін жаңағы жазбау керек оны. Аз болса да, теңіздің тамшысындай болса да, біздің халыққа қазір керек, бірлік керек. Біздің халыққа керек, ұлттық идеология керек. Біздің халыққа керек, рухани нәрселер керек. Біздің халыққа ғылым керек. Ғылымның ішінде медицина керек. Мысалы, технология керек, техника керек. Міне, неге ол анау біреулердің жаңағы бір болмайтын нәрселер шығарғанша, мына қазіргі заманда қаншама ғалымдар шығып жатыр жердің бетіне. Қанша ғылыми жаңалықтар ашып жатыр. Қанша осы заманның өркениетіне үлес қосып жатыр. Соны біреуің алып, жаңағы сонда 2-3 тіл білетін пысық болсаң ақыры да, пысықсың ғой. Орысша білесің, ағылшынша білесің, қазақша, қытайша білесің, бәлкім немісше білесің біреулерің. Біреулерің 3-4 тіл білетін шығарсың. Сол әлемдік ақпараттарды қарап жаңағы халыққа пайдалы неге бір блог жүргізбейсіңдер, неге бір канал ашпайсыңдар? Сонан да подписчик жинап, сонан да таза жолмен табан ет маңдай термен ақша табуға болады ғой. Не керек ол жаңағы? Шыбын құсап, маса құсап жаңағы қай жайдағын таратып. Неге сондай нәрселермен айналыспайсыңдар? Ондай пысық болсаңдар. Жазыңдар жаңағы Илон Маск туралы жаңағы. Анау жаңағы Тесланың, SpaceX-тің жаңағы негізін қалап отырған. Тағы басқа толып жатыр ғой. Біздің қазақта да қаншама экранның алдына шықпай жүрген ғалымдар бар. Әр салада нәтижеге жетіп жатқан. Соны мына келешек ұрпаққа, бүгінгі адамдарға пайда. Қанша жақсы еңбегімен байыған миллионерлер бар. Неге соларды жазып, неге соларды дәріптеп, неге халықтың жаңағы рухани жақтан, материалдықтан даму жағына
атсалыспайсыңдар. Кешікке шейін өсек. Сосын жаңағы біріңді бірің қазып, біріңді бірің жақтырмай жүресің жаңағы қай жерге барсаң. Өзің ғана періште, өзің ғана әулие біреулер бар. Қалғанның бәрі жаман. Өзі ғана жақсы. Неге сондай нәрсе жасамайсыңдар сендер? Мен сені түсінбеймін, мен сендер. Жаңағы осы хайп жасап жүрген журналистерді да. Или анау блогерлерді. Блогер де сол журналист, ол да сол саладан хабары бар адам. Өйткені халық сендерден тәлім алады, тәрбие алады, үйренеді, тыңдайды, көреді. Не керек ол жаңағы? Вот осындай нәрселер жасауға бола ма? Ағайын, сіздер де комментарий жазып қалдырыңыздар. Әрине болады. Пайдалы нәрсемен айналысуға да. Бір-бірімізге пайдамыз тисін, зиянымыздан гөрі. Ананың бәрі зиян, жаңағы біреудің тышып қойғаны, сиқып қойғаны, жаңағы жалаңбұт жүргені, емшегін ашып қойғаны, жауып қойғаны, біреумен сүйіскені, біреумен жатқан тұрғаны. Кімге керек ол? Ол қарапайым адамдардың бәрінде де бар ондай өмір. Оларда ғана ма не сонда? Вот. Сондықтан қазақ қоғамына, қазақ ғылымына, қазақ тарихына, қазақ мәдениетіне, қазақтың салт дәстүріне, қазақтың дініне, тіліне, болашағына пайдалы нәрселерді жасаңдар, айтыңдар, жазыңдар, таратыңдар. Оны жасай алмайсың ба? Аузыңды жап та. Айтып отырмын ғой жаңағы, бір стройка ма, құрылыс па, бірдеңе істей, мал бақ, егін сал. Зато табан ет, маңдай теріңмен жан бағасын. Зиянды ақпараттардың керегі жоқ, онсыз да жетеді. Айтсаңдар, сондай жақсы нәрсені айтыңдар. Айтпасаңдар, айта алмаймыз болды деңдер. Шығармашылық деген жаңағы сол біреудің шығарған нәрсесін, біреудің өмірін алып әкеп, жаңағы елдің алдына әкеп, дайын нәрсені жаңағы жасай сап, тарата сап, қоя салу емес. Шығармашылық деген нәрсе жан дүниеңмен, жүрегіңмен, ой санаңмен, миыңмен, тіліңмен да қызмет ететін нәрсе. Аянбай. Кәдімгі, как жаңағы анау баяғыда істедік қой, қазір де істейміз арасында. Баяғыда анау ауылда жүрген кезде талай жұмыстарды істегенбіз. Мысалы бір ағаш отырғызамыз жаңағы. Сол уақытта жаңағы шапаныңды лақтырып былай қойып қойып, жаңағы анау ағаштың бәрін жаңағы ең алдымен құдығын қазып, арығын тартып, әрбір көшетті жаңағы әкеп отырғызып, оның бір жерден тас шығады, бір жерден құм шығады, бір жерден бірдеңе шығады. Вот сөйтіп еңбек етесің. Бәр нәрсе сондай да. Сендер еңбек еткенді қойып, жаңағы қазір ептеп, септеп күн көру жаңағы. Екі сауысқанның құйрығын бір-біріне айырбастау өнерін жаттап аласыңдар да. Шығармашылық деген нәрсе ол басқа. Мына жерден жүректен шығып, мына жерде мида ойланып, ол нәрсе мына жүректе бірінші ол қалыптасу керек. Сосын мына ой санада ол образ қалыптасу керек. Сосын ол нәрсе ары қарай сенің аузыңнан, сенің ақпарат құралдарың арқылы жаңағы не болу керек? Адамдарға, халыққа жетуі керек. Міне. Жүректен шықпағаннан кейін біреуден көре сап, біреуден ести сап, әнжерін қиып ап, мінжерін ойып ап, біріне бірін жапсырып жаңағы салақ қатынның құрақ көрпесі ұқсатып жасаған ақпаратың со ма? Оның кімге керегі бар? Вот, сондықтан қазіргі мына хайп ақпарат жасатып жүргеннің бәрі, өсек айтып жүргеннің бәрі, олар журналисттер емес. Олар ешқандай журналист емес. Олар жаңағы шыбындар, масалар жаңағы, насекомдар. Бар бізде жаңағы, бірақ аз да жаңағы. Сол аздың қатарына қосылуға тырысыңдар. Анау өсек айтып жүргендер. Былжырап, біреудің өмірін артын қазып, болмаса жаңағы ондай нәрсе жасау, ол адамның тірлігі емес. Адамға жараспайды ол. Вот. Осы нәрсеге тоқталып өттік. Рахмет.